Бала бүгінгі сабақты жаңағы бастамас бұрын біз мына тілек шама арқылы бірімізге жақсы лебізімізді, жақсы тілегімізді айта отырамыз. Қазір мерекелеп, үйрен аспаның осындай шамдай жарқырап ашық болсын. Жалғастырады ғой, келесі бала. Мен саламды бізге отыр. Жалғастырамыз ағай.
Bir-birimizi bağlayayız. Apay buldum. Apay buldum. Hazır, benim hazır. Sırası mı? Hazır bulduk mu? Hazır bulduk koyayım. Hazırdan koyun da bu sırada. Birimizi bağlayayız. Düklük. Yaxşı, yürüp yazıp korkatın. Yürüp detlerini qaraş, Fatima bilgen qarab. Qalay жазған detlerini. Yaxşı onda pa, qanday baqa bersin? Tamam. Sen kim ko'rishini qarab. Qanday bu baqa bersin? Qanday baqa bersin? Ko'rishdir? Qanday baqa bersin? Ya, qiz. Qo'ng'ish qanday baqa bersin? Qanday baqa bersin? Qara deb ko'rdik. Qiz qilib Qiz, biri, ikki. Qanday ko'rishni qaramaymiz. Sen Fatima menga qarab. Qanday baqa qo'yasan? Yaxshi. Hozir ko'rishni baqasin qarab. Chetdan sen. Qanday? Masha. Al ikimiz bo'lmaysin, yurasizmi? Qanday deb baqalar. Ko'rishni baqalash. Shunisi qalay o'rnatadi? Masha. Busqay bo'lgan jo'q. Agnes, sen ismat Agnes baqalash. Sen Agnes. Masha. Tak, al. Nima deb baqalaymiz? Ular ko'zlar baqalaymiz. Qara, dabdel baba, qara da qati yo'q bekin. Sen de birini men qarash. Yaxshi. Hozir bilan tekshirib qara. Bu yaxshi olmaysizmi? Qolsar, dabdel qarandimi? Qanday baqa qo'yasizlar? Al, sen shunday baqa qarash. Yaxshi. O'yin o'tsa sizlarga taqdirlamiz. Bala, huquqda shu shartni unutib qo'yma. Buni qadam jasa, hadis arqali biz o'rindaymiz. Qadam jasa aytsin, biz oldin savoqlar qo'llanib yuramiz. Unda mana eshikka bu so'z bergan. Bunda qo'shiq orqali biz so'ylab chiqarishimiz kerak. Bundan so'zni chiqarishimiz kerak, so'zni so'ylab chiqarishimiz kerak. Qanday qalamsal deb chiqadi? Keshiga chiqaramiz. Altında qo'yapmiz. Ya. Yedim kısma, özellikle kısma. Ya. Keşiriniz.
әдемі бір киім алып келсе үстеріңізге. Сен қуанғаны, тамашаны алайсыздар? Рахмет, тамаша дейсіңдер, иә? Ал енді байқаусыздар, біреудің аяғын басып кетіп немесе дәлізде байқамай біреуді қағып кетсеңдер, не алайсыздар? Кешіріңіз дейсіңдер, иә? Біреудің затын ұқсас алуға бола ма? Жоқ. Бұл аузын ұқсас сұрау үшін не алайымыз біздер? Иә. Кешіріңіз. Сосын Алуға бола ма? алуға бола ұқсас сұрау, иә? Рұқсат па екен? Алуға бола ма екен деп біз сөйлеуге? Бола ма? Болады. Рұқсатсыз кісінің затын алуға? Болмайды. Не саралай жүргені? Міне, рұқсат етіңіз, рахмет, кешіріңіз, мүмкін болса деген сөз. Енді балалар, сөзі бар кісі әркісі. Мен сізге сөз таратып берген болатынмын. Бұл сөзді буынға бөліп, яғни бір буынды сөз екен, екі буынды сөз екен, ары қарай біз өзіміз ажыратамыз, иә? Ал кім дайын? Қадірім айта қойшы. Тұрып айта қойшы. Бір буын тамаша екен, орнасына екен. Қазір. Айбек, қандай сөз берді саған? Есім, ал буынға бөл. Буынға бөле ғой. Иә, екі буынды сөз. Аңшылқан, неше қандай сөз еді? Иә. Айта ғой. Өртеген түрін сөз ғой. Қозы. Иә. Бербек. Иә. Бір болды екен. Кім бақырды да бек? Екі буынды сөз тағы кімге берді? Қосып. Бала біз бір буынды сөз, екі буынды сөзді біздер не істедік? Ажыратып, арасынан салдық та. Солай ма? Тамаша. Ары сабақ жалғастырамыз. Келіп айтамыз, еркін микрофон әдісі. Бұл сабақтар бізге сабақ көңілі шықты ма, ұнады ма? Біз сабақтан не үйрендік? Не көрдік? Асымақ айта өттік ме? Қандай сұрақ қойып ектір? Тәртіпті бала дейсің. Қандай бала? Тәртіпті бала қосқали айбыш? Қосқали айбыш. Тәртіпті бала. Қандай бала? Үлкендердің айтқанын тыңдайды. Дұрыс. Кішілерге қамқор болады. Дұрыс. Мектепте бұзықты жасамайды. Дұрыс па? Иә. Керемет. Сен соққызын жоқ. Иә. Дұрыс тұрау. Бүгін сабақ ұнайды. Иә. Тәртіпті бала. Иә. Не істейді? Ал, рейсуа дейсің? Үлкен сөздер бөледі. Ағы кімдер? Кім еді сұрақ? Кім сұрақ қояды? Қойсын ба? Ал. Ал. Бұндай. Мысалы? Бүгін сабақ қатты ұнады. Қандай сұрақ қойды? Қандай сөз біз? Қандай сөздер айтып жатырмыз? Әдет туралы. Үлкендерді қалай сыйлайды? Ал. Үлкендерге не ал дейміз? Үлкендерге қалай сыйлаймыз дейді? Үлкендерге қалай сыйлаймыз? Кім айтады? Ал жігер айтамын дейді. Үлкендерге қалай сөйлейміз? Үлкендерге сөздер сөйлейміз. Сосын дұрыс па? Сосын ол үлкен кісі көшеге кіргенде не істеуіміз керек бірінші? Сәлем берді. Сәлем берді. Дұрыс. Өте жақсы айтасыз. Ал сұрақ қоймай. Үлкендерді жаяу жолын. Дұрыс. Үлкендердің жаяу жолын кесуге болмайды дейді, иә? Жақсы бала. Білесің бе? Рахмет не үшін айтамыз дейді. Білесің бе? Рахмет қай не үшін айтамыз? Иә, дәлел бергенде, өткенде не алдық біздер? Рахмет. Енді мына жерде алма ағашы бағалаймыз. Менің алдымда әртүрлі алмалар тұр. Сол алмаларды таңдап арқылы біздер сабақты бүгін сабақты бағалаймыз.
Никас, кет. Привет. Каусар, кет. Давай, кет. Кет. Анжука, Айбек. Алай,